رسول الله رسول الله حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Qaza оразаны өтеу кезінде сәресіге тұра алмай қалса, ештеңе ішпестен ауыз бекіте беруге бола ма? Егер түнде ниет етіп жататын болса, қаза оразасын ұстаймын деп ниет етіп жатқан болса, сол күні ауыз бекітіп, қаза оразасын ұстап кете берсе болады. Ұстап кете берсеңіз болады. Ал мысалы түнде жатарда ондай ниет болмаған болса, ондай жағдайда келесі күні қаза оразасына ниет ете алмайды. Өйткені қаза оразасының ниеті алдыңғы күннің ақшам уақытынан бастап ең кеш сәрес уақыты біткенге дейінгі аралықта жасалу шарт. Яғни ең кеш сәрес уақытында ниет жасалу шарт қаза оразасына. Ал енді сәресінің уақыты бітіп кеткеннен кейін қаза оразасына ниет ете алмайды. Ал енді мысалы түнде ертең қаза оразасын ұстаймын деп ниет етіп жатқан болса, әрине сәресіге тұра алмай қалған жағдайда еш нәрсе татпастан сол күні қаза оразасын ұстап кете берсе болады. Ал енді түнде олай ниет етіп жатпаған болса, сәресіне ұйықтап қалған жағдайда, яғни сәресінің уақыты өтіп кеткен жағдайда қаза оразасын ұстай алмайды. Өйткені ниеті жоқ болып есептелінеді. Бірақ ол күні ұстағысы келсе нәпіл оразасын ұстай беруіне болады. Өйткені нәпіл оразасына еш нәрсе татпастан сол күні ұлы сәске уақытына дейінгі аралықта ниет ете беруге болады. Яғни бес намазына жарты сағат 40 минут қалған уақытқа дейін нәпіл оразасына ниет етіп тұта беруіне болады. Бастысы сол күні еш нәрсе татпаған болуы керек. Мысалы біреу ұйықтап қалып сағат 11-де тұрды делік. Бір жағдайлармен ұйықтап қалып сағат 11-де тұрды делік. Ешқандай нәрсе татпаған. Ол тұрып бүгін ораза ұстаймын деп, нәпіл оразасын ұстаймын деп ниет етіп, солай оразасын ұстап кете алады. Ал қаза оразасы олай емес. Қаза оразасы жаңа айтқанымдай, қаза оразасының ниеті алдыңғы күннің ақшам уақытынан басталады. Және ең кеш сәрес уақытында жасалады ниеті. Сәрес уақыты өтіп кеткеннен кейін ниет жасалмайды. Сол себептен егер түнде ертең қаза оразасын ұстаймын деп ниет етіп жатқан болса, онда сәресіге тұра алмай қалған кісі сол күні еш нәрсе татпастан қаза оразасын ұстап кете беруіне болады. Ал егер де түнде ондай ниеті болмаған болса, онда ол күні қаза оразасын ұстай алмайды. Бірақ жаңа айтып өткенімдей нәпіл оразасын ұстай беруіне болады. Алхамдулиллахи раббил аламин.